Бүгінгі тақырып ол ісіну. Ісіну бізде эдема деп аталады грек тілінен, ағылшынша эдема дейміз. Ісіну деп отырғанымыз ісіну қан мен тін арасында су алмасуының бұзылысынан сұйықтықтың тіндерде немесе тінаралық қуыстықтарға жиналуы болып саналады. Енді ісінуді түсіну үшін біз бірнеше терминдермен танысайық. Гидростатикалық қысым ол қанның өз қысымымен суды тамырдан сыртқа итеріп шығаратын күші. Ал келесісі осмоляльдық ерітіндідегі суды өзіне тартатын бөлшектердің концентрациясын көрсетеді. Нормада 280-290-ны құрайды. Қарапайым тілмен айтқанда гидростатикалық қысым ол тамырдың ішіндегі сұйықтықты сыртқа шығаратын күш, яғни тіндерге. Ал онкотикалық қысым сұйықтықты тамырдың ішінде ұстап тұратын күш болып саналады. Осы екеуін жақсылап түсініп алыңыздар. Енді нормаға келейік. Нормада бізде артерия бар, вена бар. Артерияның қызметі ол орталықтан тіндерге қанды жеткізу. Оттегіні, қоректік заттар бар, соларды жеткізу болып саналады. Ал венаның қызметі ол тіндерден орталыққа қан жеткізу. Бұның құрамында көмірқышқыл газы көбірек болады, былайша айтқанда. Енді нормалық жағдайда біз капиллярда, мынау артериялық бөлігі, мынау венозды бөлігі деп алайық. Мына осы жан жағында оның тіндер бар деп елестетіңіздер. Енді артериядан келген кезде гидростатикалық қысым жоғары болады артериялық жағында. Және осмостық қысым екі жаққа да қарасаңыздар бірдей, 22-25. Яғни тамырдың ішіне тартатын күш сол күйі қалады. Гидростатикалық қысым артериялық жақта жоғары болады. Артерияның қызметін жаңа айттық, ол тіндерге сұйықтықты өткізу болып саналып тұр. Сондықтан біз жаңа айттық, гидростатикалық қысым жоғары болса, оның сыртқа шығаратын күші жоғары деген сөз. Міне ол өзінің жұмысын осы арқылы дұрыс атқаратын болады. Тамыр сосын бізде жартылай өткізгіштік мембрана болып саналады. Соның әсерінен ол бізде сұйықтықтар еркін өтетін болады. Ал енді веналық аймаққа келетін болсақ, міне қарап отырсаңыздар, 10-15 әлдеқайда төмендеп кетті қысым, а бізде онкотикалық қысым мынаған қарағанда жоғары болып тұр. Сондықтан ол тіндегі, мына жан жақтағы тіндегі сұйықтықтарды өзіне қарай тартатын болады. Бұл онкотикалық қысымды жасайтын заттар ол бізде натрий, глюкоза және де альбуминді жатқызсақ болады. Енді біз мынандай бір жағдай қарастырып көрейік. Гидростатикалық қысым 32-де 35 болып келді. 22-25 осмостық қысым, мына жақта да 22-25. Веналық аймақта гидростатикалық қысым сол күйі қалса, 35 болып. Біз тіндерден тамырдың ішіне сұйықтықты ала аламыз ба? Біз ала алмаймыз бұл кезде. Мына жақта тінге қарай өткізу күші артып тұрған кезде, бұны жақта да дәл сол күйі жалғасады. Соның әсерінен бізде ісіну дамитын болады. Бұндай ісінулер көбінесе веналық іркіліс кезінде және қабынулық кезде пайда болады. Бұны біз гемодинамикалық фактор деп атасақ болады. Неліктен ісіну болады? Бірінші фактор жаңа айтып өткен гемодинамикалық фактор. Гемодинамикалық фактордан кейін екіншісі ол лимфа ағуының қиындауы. Көбінесе бұл миксидемада, жүрек ауруларында кездесетін болады, немесе лимфаның өзіндік аурулары. Лимфада мүмкін тромбоз болуы мүмкін, немесе лимфашілік құрттармен бітелуі мүмкін. Не болмаса жанындағы венадағы іркілістің салдарынан лимфаның қысылуы мүмкін. Соның әсерінен бізде ісіну пайда болады. Келесісі тамырлық мембраногендік фактор. Бұл қандай жағдайларда кездесуі мүмкін? Бұл тамырдың зақымдануы кезінде, эндотелийлер зақымданған кезде, тамырішілік жасушалар. Көбінесе ол токсиндердің әсерінен пайда болады және биологиялық активті заттардан пайда болады. Мысалы, араның уы, жыланның уы, масаның шаққанынан бізде ісінулер пайда болады. Міне осы бір себеп. Одан кейін биологиялық активті заттар гистамин, серотонин, простагландин, кинин деген секілді заттардың әсерінен бізде ісіну пайда болатын болады. Одан кейін онкотикалық фактор, жаңа айттық, онкотикалық фактор ол тамырдың ішіне қарай сұйықтықтарды тартатын күш. Осы күш бізде төмендеп кетсе, жаңа айттық 22-25 деп, содан төмендеп кететін болса, гидростатикалық қысымның артып кететіні сөзсіз. Сондықтан ол тінге барлық сұйықтығын беріп тастайтын болады. Содан ісіну пайда болады. Одан кейін бізде нейроэндокриндік фактор. Бұндай кезде біз гормондарға барамыз. Яғни айтқанда АДГ, антидиуретик гормон және басқаша вазопрессин деп атасақ болады. Соның шамадан тыс белсенуі. Соның әсерінен біздің судың реабсорбциясы артады. Одан кейін судың кері қайтуы артқаннан кейін бізде тінаралық сұйықтықтарға су жиналатын болады. Немесе альдостеронның шамадан тыс белсенуі. Бұл кезде гипернатримия пайда болады. Альдостерон өз кезегінде натрийді ұстап қалуға жағдай жасайтын болады. Калийді зәр арқылы шығарып жіберетін болады. Натрийді ағзада алып қалады. Соның әсерінен бізде гипернатримия пайда болады. Гипернатримия, жаңа біз айтып кеттік, осмостық зат өзімен бірге суды ағзада ұстап қалатын болады. Содан да ісіну пайда болады. Ең келесі тіндік фактор. Бұл енді тіндегі зат алмасудың әсерінен зат алмасу өнімдері, немесе жаңағы натрий, глюкоза, не болмаса тағы да осмостық зат қабілетке ие зат, немесе электролиттер
сол жақтағы оңтүстік қысымды арттырады, жаңағы 22-25-тен жоғары. Мысалы 30-40 болып кетсе, онда тамырдағы сұйықтық сыртқа қарай шығып кететін болады. Енді біз ісінудің бір танымал екі түрімен танысайық: бүйректік ісіну және міне жүрек жеткіліксіздігі кезіндегі ісіну. Екеуінің бір айырмашылықтары бар. Біреуі кешкі уақытта, ол жүрек айқын білінетін болса, ал бүйректікі таңертеңгі уақытта айқын білінетін болады. Және де орналасуы бойынша бүйрек бізде жоғарғы аймақтарда ісінуі айқын білінетін болса, жүректің ісінуі төменгі аймақтарда білінетін болады. Енді веналарда іркіліс пайда болады жүрек жеткіліксіздігі кезінде. Веналарда іркіліс, жаңа айтып өткендей, жанындағы лимфаларды қысып, лимфаның ағуы баяулайды. Кейін бізде капиллярларда қан қысымы көтеріледі, іркіліс болып жатқандықтан капиллярда қандар жаңағы тұрып қалады, одан кейін ол жерде қан қысымы көтерілетін болады. Келесі, бауыр қызметінің бұзылысына алып келуі мүмкін венадағы іркіліс. Одан кейін ол бауыр бізде альбумин атты белокты түзетін орган болып саналады. Міне, осмостық зат болғандықтан осмостық қысымының төмендеуіне бірден бір себеп болып саналады. Міне, сондықтан ол онкотикалық қысым төмендейді. Одан кейін бізде жүректен қанның аз шығуы. Венада іркіліс болып жатыр, демек ол жүрекке келе алмай жатыр деген сөз қандар. Содан жүректен шығатын қанның көлемі азайып кетеді. Одан келіп бізде гипоксия дамиды, басқа тіндерге қан жеткіліксіз түрде барады. Одан кейін олар анаэробты гликолизге өтіп, ацидоз жасайды. Ацидоз тамырлардың өткізгіштігін арттыратын болады. Міне тағы бір себеп. Одан кейін жаңағы тіндерде қанның жеткіліксіз баруын біз ишемия деп атаймыз. Сол бүйректің ишемиясы тіркеледі. Бүйрек ишемиясынан келіп біз ренин атты фермент түзілетін болады бүйректен. Одан кейін ангиотензиноген түзіледі. Ангиотензиногеннен кейін бізде ангиотензин 1, кейін ангиотензин 2 түзілетін болады. Одан келіп жаңағы айтып өткен альдостерон атты бүйрек үсті безінің шумақты бөлігінен бөлінетін гормон, альдостерон, сол бөлінетін болады. Ол гипернатремияны тудырады. Гипернатремия ол, жаңа айтып өттік, натрий осмостық зат болғандықтан қанның осмостық қысымы көтеріліп кетеді. Енді оны балансқа келтіру үшін біз суды көбейту керекпіз. Соны бізде гипоталамуста вазопрессиннің гипофиздің артқы бөлігінен бөлінеді. Гипоталамуста өндіріліп, гипофиздің артқы бөлігіне жиналатын болады. Міне сол жерде бізде вазопрессин өндіріледі. Вазопрессин өндірілгеннен кейін судың реабсорбциясы пайда болады. Судың кері қайтуының әсерінен капиллярда қан қысымы көтерілуі, лимфа ағуы баяулауынан, онкотикалық қысым төмендеуінен, тамырлардың өткізгіштігінің артуынан ісіну пайда болады бізде. Келесі сол енді бүйректік ісіну. Бүйректік ісінуде біз нефротикалық синдромды және нефритикалық синдром қарастырамыз. Екеуі екі түрлі. Нефротикалық синдром ол бізде нефрон шумақтарының тіректік мембраналарының өткізгіштігінің артуы. Немесе бұндағы бір теріс зарядтар бар. Мысалы альбумин атты белок, ол теріс белок болып саналады, теріс зарядты белок. Аттас зарядтар бір-бірімен кезіккен кезде олар терісетін болады. Сонда ол зәрге қарай өтпейтін болады, былайша айтқанда. Міне, содан өткізгіштігі артып кетеді. Одан кейін бізде альбуминурия пайда болады. Альбуминурия пайда болғаннан кейін онкотикалық қысым төмендейді. Онкотикалық қысым төмендегеннен кейін бізде ісіну пайда болады. Келесі бізде нефритикалық синдром, бұл бізде бүйректің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылысынан пайда болады. Қан айналымы бұзылады, одан кейін бізде ренин түзіледі жаңағыдай. Одан кейін ангиотензин 1, ангиотензин 2-ні түзеді. Одан кейін бізде альдостерон пайда болады. Гипернатремия тіркеледі, вазопрессин түзілуі артады, және де судың реабсорбциясы артады. Бұл да өз кезегінде ісінуге алып келеді. Енді раш. Раш ол ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесі деп аталады. Жаңадан бері айтып жатқан патогенездегі схемаларды кездесіп жатыр бұл ренин де, ангиотензин де, альдостерон да. Енді бұл нормада қалай жұмыс жасайды? Артериялық қан қысымы төмендеп кетеді. Жалпы қан айналым көлемі төмендейді, натрий төмендейді. Міне осы жағдайда осы раш жүйесі қосылатын болады. Бүйрек ренин бөлек. Ренин ол бізде протеаза фермент. Бүйрек жаңа айтып өттік. Өте сезімтал бір органдардың бірі. Өзіне қажетті мөлшерде қанның келмей жатқанын сезетін болады. Соның әсерінен жаңағы ферментті бөледі ренинді. Ренин бауырда ангиотензиногенді бөліп алады. Ангиотензиноген өз кезегінде ангиотензин 1-ге айналады. Ангиотензин 1 өкпеде бөлінетін ангиотензин айналдырушы ферменттің әсерінен ангиотензин 2-ге айналады. Ангиотензин 2 ол екі қызмет атқарады. Біріншісі ол тамырларды тарылтады. Екіншісі ол жаңағы бүйрек үсті безінің шумақты бөлігіндегі альдостеронның бөлінуін арттырады. Альдостеронның қызметін жаңа айттық. Ол ағзада натрийді сақтап, калийді зәр арқылы шығарып отыратын қызмет атқарады. Альдостерон бізде гипернатремияны тудырады.
гипернатриемия бізде онкотикалық қысым артады. Одан кейін гипоталамуста вазопрессин бөлінеді. Ол гипофизде жиналып тұрады, және де сол гипофиздің артқы бөлігінен бөлініп шығады қанға. Одан кейін судың реабсорбциясы артады бізде. Судың реабсорбциясы артқаннан кейін жалпы қан айналым көлемі де артады. Одан кейін бізде артериялық қан қысымы жоғары. Тамыр тарылғаннан кейін де артериалды қан қысымы жоғарылайтын болады. Міне осылай. Енді ісінуге келетін болсақ, ісіну ол организм үшін бүліндіргіш те, қорғаныс та жағдай тудыра алады. Бүліндіргіш жағдайының көбінесе ісіну болған тіндер дәнекер тінмен жабылатын болады. Яғни айтқанда фиброзданатын болады. Ол өзінің ары қарай жұмыс жасауын, яғни айтқанда функциясының дұрыс емес болуына алып келетін болады. Одан кейін ісіну болған тіндерде қоректік заттар, жалпы зат алмасу бәсеңдейтін болғандықтан ол жерде микробқа деген төзімділік төмендейді. Соның әсерінен ол жер жұқпалы ауруларға, организм жұқпалы ауруларға төзбейтін болады, жиі ауыратын болады. Одан кейін бізде өмірлік органдар, ми қарыншалары, жүрек қап, өкпе қап, сондай орындарда, қуыстарда жиналатын болса, бұл органдардың қызметтерінің ауыр бұзылыстарына алып келеді. Ал қорғаныс жағына келетін болсақ, қанда еріген улы заттар, немесе өспе өсіретін химиялық, биологиялық заттар, не болмаса бактериялар қанға түскен жағдайда олардың жалпы организмге таралып кетпеуіне жағдай жасайтын болады. Ісінудің енді бүйректік және жүректік тұрғысынан басқа бізде бауырлық бар, ашығулық бар, аллергиялық бар. Мысалы, бауырлықтың негізінде міне онкотик альбуминнің аз түзілуі тұр. Онкотикалық қысым төмендейді соның әсерінен бізде ісіну пайда болады. Одан кейін ашығу тоже сырттан қоректік зат жеткіліксіз мөлшерде түскендіктен бізде алмаспайтын амин қышқылдары бар. Соның жеткіліксіздігінен бізде альбумин аз түзілетін болады. Тағы да онкотикалық қысым төмендейді, ісінуге алып келеді. Аллергияға келетін болсақ, ол бізде тамырдың өткізгіштігінің артуында тұр оның негізгі себебі. Көбінесе бізде жаңағы биологиялық активті заттар белсеніп кетеді, медиаторлар дейміз. Жаңағы простагландин, серотонин, гистамин деген секілді биологиялық активті заттар тамырдың өткізгіштігін арттырып жібереді. Содан да бізде ісіну пайда болады.